ақырындап Нұрболды шақырып, оған бауырым не болып жатыр, шешейік, шешілетін жағдай ғой, ақша десең ақша берейік, дастархан жасап берейік, бауырым үшін жеке кешірім сұраймын деп, одан кешірім сұрадым. Солай сөйлесіп тұрған кезде Нұрбол балаларына звондады. Ең бірінші Чика дегенге звондады. Содан кейін Нұрқиясқа звондады. Тоқтамай звондай берді. Мен сол кезде осы жерде төбелес болатынын түсіндім. Сол себепті Шерзатқа үйге қайт, аман есен қайт дедім. Шерзат жаңағы әкемнің Равон R3 маркалы автокөлігін басқарып үйге қайтып кетті. Ол автокөлікке отырып кетіп қалғанын мен өзім көрдім. Ол жынданып менің айтқанымды тыңдап үйге қайтып кетті. Мен дүкеннің алдында қалдым. Содан кейін мен Нұрболмен қайттан сөйлестім. Оған мынаны ушықтырмай-ақ қояйық, бәрін істеп беремін дедім. Сол кезде Нұрбол бауырым кешірім сұрап тұрсын ғой деп сол жерде тоқтады. Осылай сөйлесіп тұрған кезде Hyundai Accent маркалы қызғылт түсті автокөлік келіп тоқтады. Соның артынан Mercedes Kaban маркалы қара түсті автокөлік келіп тоқтады. Сол автокөліктен басқа жігіттер түсіп бастады. Hyundai Accent'тен 4 не 3 бала түсті. Mercedes автокөлігінен Абзал, Нұрқияс, Шыңғыс, тағы бір бала және 2 қыз шықты. Маған бірінші болып Нұрқияс келеді. Барлығы амандасты. Одан кейін мен дүкеннің алдына қарай жылжыдым. Сол кезде Чика деген, яғни акцент түскен жігіт менімен амандасты. Мен оған сенің түрің таныс қой дедім. Ол менің бетіме қарап, мен шалмын ғой деді. Мен оған ары кетсе 30-да шығарсың дедім. Ол күлді, магазинге қарай кетті және дүкеннің есігін ашып, артындағы жігіттерге делайте деп айтты. Өзі ішке қарай кіріп кетті. Сол уақытта барлығы маға қарай келе жатты. Жаныма қарасам, дүкеннің бұрышында Нұрқияс сол жерде Ахмет деген баланы жұдырықпен ұрды. Бала есеңгіреп, бетонға басы тиіп, гүрс етіп құлады, талып қалды. Абзал оның жағасынан ұстап көтеріп тұр екен. Мен сразу ортаға түсіп, Абзалдың қолынан Ахметтің жұлып алып, оған бала ғой не үшін ұрып жатсың деп айттым. Және Ахметке қаш деп оны жібердім.